Достар, қайырлы таң баршаларыңызға. Прямой эфир сақталады, сол себепті мен сөзімді бастап кете берейін. Көптеген сұрақтар келіп жатыр. Мынау өткенде бір бауырымызға қарсы жауап бергенмін. Соған маған жеке сұрақтар келіп жатыр. Кейбіреулер ол айтып жатқан дұрыс, тағы бірдеңе деп айтып жатыр. Сосын кейбір кісілер осы Маңғыстауда жын шығарумен айналысып жүрген жігіттерді маған айтып жатыр, олардың жүрісі дұрыс па деген сияқты да. Мен танитын, мен араласатын бауырларым ба, солар жөнінде де мен айта кетейін. Субханалла деймін да, мен қанша рет айтып жатырмын, түсіндіріп жатырмын да, ешқайсы бір дәлел дәйекпен келмейді. Мысалы, мен өткенде бір жігіт егер сіз Құран оқыған кезде, рухия тыңдаған кезде мазаңыз қашса, немесе әйел адам мат қыса ұрса, субханалла деймін да, мынау қандай сөз деймін да. Басқа сөз таппадым ба деймін да, әйел адам мат қыса ұрса, ол адамда сиқыр бар екенін білдіреді, жын бар екенін білдіреді деген сияқты сөздерді айтқан кезде мен жағамды ұстаймын бар, субханалла. Бұл Аллахтан қорықпайды қалай деймін да, мен Аллахтан қорықпай тікелей сол нәрсені айтып отыр. Және ол оқып, рухия салып, адамдарды қышқыртып қойып, әлеуметтік желіге қалай салып отыр деймін да, субханалла. Бұл ар жағында не? Бұл бизнес, түсінесіз бе? Бизнес. Мысалы, қышқыртып қойып, айғайлатып қойып, оқып жатыр да, Құранды да. Солай былайша айтқанда контент жүреді, подписчиктер көбейеді. Біздің білімсіз халық, ой, осылардікі дұрыс, осылар жын шығарумен айналысады, осылар міне, осыларға бару керек деген сияқты былайша айтқанда қуады ғой адамдаршы. Аналар кәдімгі өзінің бизнесін жүргізіп жатыр, контент жүріп жатыр деген сияқты. Бұл әлеуметтік желіге салатын нәрсе емес қой. Кезінде бұл нәрселердің бәрін қазақ жасырын ұстады ғой, жасырын ұстады. Бұл нәрсенің бәрін халыққа жаймады. Қазір кезде Құдай сақтасын, ойбай жын кіріпті, жын оқимын деп, оны әлеуметтік жерге адамды барып видеоға түсіріп отырады, сонан қышқырып жатыр, мына жақта қарап отырған адамның өздері үрейленеді деген сияқты. Жарайды, бұның бәрін қояйық. Жалпы бірде-бір дәлел жоқ, конкретно сарих, шариғатта сарих, ашық, айқын дәлел жоқ. То, что адамның ішіне жын кіреді деген. Жын кіреді деген адамдардың, ғалымдардың дәлелдерінің өзі әлсіз. Түсінесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде бір баланы оқыған, шық деп арқасынан қаққан, Ибн Мажа келтіретін хадис, басқа бірде-бір мұхаддис ғалым ол хадисті келтірмейді. Кутубу ситта деген бар. 7 хадис кітаптың ішінде бір ғана Ибн Мажа келтіреді. Неге имам Бухари, Сахи Бухари келтірмейді? Неге Муслим келтірмейді? Неге Насаи келтірмейді? Неге Термизи, неге Абу Дауд келтірмейді? Ибн Мажа келтіреді. Оны сахих деп айтқан ғалымдар осы адамның ішіне жын кіреді деген көзқарасты ұстанатын адамдар ғана сахих деген. Басқа ғалымдар оны жоққа шығарған. Түсінесіздер ме? Басқа ғалымдар оны жоққа шығарған. Ал өкінішке орай біздікілер кәдімгі қудырып жүр да соны дәлелдеп. Қараңыз, Ханафи мазхабының өзінде жын кіреді деген бірде-бір көзқарас жоқ. Жекеленген бір адамдар айтқан шығар, ғалымдар. Бірақ захир риуаят дейтін үлкен жоғарыдағы Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, имам Зуфар, осылар немесе имам Матуриди, Матуриди мектебін ұстанған ғалымдар бірде-біреуі адамның ішіне жын кіреді деген сөз айтпаған. Мысалы, Матуриди ақидасында адам жисім, жын жисім дейді. Жисімдер бір-бірінен естемейді, бірікпейді, кірмейді, түсінесіздер ме? Бір-біріне енбейді, кірмейді ол. Жын кіреді, тағы бірдеңе. Мысалы, осы біздің муфтиятта да жын кіреді деген көзқарасты жазған екен, неге мақала ретінде. Муфтиятқа шықты, мен зона кеттім, муфтияттағы үлкен ғұламалар кеңесінде отыратын бір кісілерге соқтым. Доктор ол кісі, атын айтпай ақ қояйын. Соқтым, осылай муфтиятта неге осылай деп жатыр. Өзбекстанның муфтияты жын кіреді деген көзқарасты айтпайды. Олар түбегейлі қарсы, мысалы, жын кіреді дегендерді былайша айтқанда дұрыс емес деп есептейді. Ханафи мазхабының көзқарасын келтіріп, мысалы, Өзбекстанның ғалымы, Алла рахмет бөлесін, Мұхаммад Юсуф дейтін ғалым айтады, жын түгел кірмейді болды. Жын кіреді деп жын қудырып жүрген жынпарастардың, олар бизнесі дейді, бұлар. Тижарат дейді ғой, сауда қылып алған, түсінесіздер ме? Олар өзінің ойынан, ол тек қана Ханбали мазхабында ғана кіреді деген көзқарас бар, бірақ оның өзінде Құран оқып шығарады деген нәрсе айтпайды деп, имам Мұхаммад Юсуф солай сөзін жұмақтайды. Және де осы Өзбекстан ғұламалар кеңесінде де ондай фатуа немесе мақала жоқ, адамның ішіне жын кіреді, адам осылай жынмен ауырады деген. Ал біздің муфтиятта сондай мақала бар екен, ол жекеленген бір тұлғаның жазған мақаласы. Мен де мысалы имам болып жүрген кезде мақалалар жаздым, діни мақалалар жаздым, ол муфтияттың сайтында жарық көреді. Бірақ ол менің мақалам фатуа емес, достар, білмейсіздер ме? Дәл сол секілді әлгі кісінің айтқан сөзі, мақаласы да, муфтиятта отырған бір имамның жазған сөзі,
Ол фатуа емес, муфтият Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының фатуасы емес. Мен соны айтып едім, ол кісі солай айтты. Ол фатуа емес, ол мақала жай ғана. Бірақ сосын ол кісі айтты, бұл иғтиқади ақида сенім мәселесі емес, талас тартыс қылатын дейді да. Мен талас тартыс қылып жатқан жоқпын, халықты онымен шатастырмау керек, адастырмау керек, түсінесіздер ме? Мен соны ғана жеткізгім келеді деп. Сонда ол кісі маған сұрақ қойды. Сен қалай айтасың дейді да, қалай айтасың, жіңкірмейді деп дейді да. Мен қалай айтпаймын, жіңкірмейді, өйткені бірде-бір дәлел жоқ деймін да, сарих дәлел жоқ. Дінімізде Аллаху субхана тағала Құранда жын адамның ішіне кіреді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамның ішіне кіреді, адамды мазалайды деп бірде-бір хадис жоқ деймін да, бірде-бір хадис жоқ. Жынның азғыратынын біз білеміз. Жынның азғыратына ешбір ғалым оған қарама қайшы сөз айтпаған. Жын азғырат, уасуас салады. Бірақ жын адамның ішіне кіріп алып, оны быт-шыт қылады деген тек қана Ханбали мазхабында кейбір соңғы ғасырдағы ғалымдар оны қатты күшейтіп жіберген да. Бұрынғы ғалымдардың көзқарасы мен қазір ғалымдардың көзқарасы басқа. Ханбали мазхабында. Қалай айтпайсың дейді да, жаңағы айтады. Қалай айтпайсың? Адамдар мысалы Құран оқып жатқан кезде, жаңа жыны барлар Құран оқып жатқан кезде қышқырып, ішіне шыңғырып, әртүрлі дауыс. Мен анаған күлейін ба, жылайын ба, мен айттым ғой, субханалла. Мынау доктор деймін да, докторантураны оқып келіп отқан адам осындай сөз айтып отыр да. Субханалла, адам Құран оқып дем салғаны үшін қышқырып не істеді, соны жын деп қабылдаған ана докторға мен таң қалдым да. Исламтанушы, докторант деген сөз анаған бар ғой, лайық емес те, түсінесіздер ме? Мен жағам тұстадым. Ана кісі сіз соған сенсеңіз мен таң қалып отырмын дедім да. Адам мысалы осы жерде бір нәрсе айтқым келіп отыр. Неге американецтердің ішіне жын кіріп кетпейді? Неге жапондардың ішіне жын кіріп кетпейді? Неге немістердің ішіне жын кіріп кетпейді? Сонда айналып келіп біздерге ғана кіріп кетеді екен да жын. Біздің осы Қазақстанда өмір сүретіндерге ғана жын кіріп кетеді. Болды, осылар ғана жынмен ауырады, басқа елде ешкім жынмен ауырмайды. Мен түсінбеймін да, мен сондай нәрсеге. Мен түсіне алмаймын. Түсінесіздер ме? Еще біз Ханафи мазхабын ұстанатын сондай бір ортада өмір сүріп отырмыз да. Қазақстан Ханафи мазхабы, Матурidi ақидасы. Бірақ жүрген жүрісіміз ұстанымымызға қарама қайшы да. Бірде-бір Ханафи ғалымын келтіріп беріңізші, адам ішіне жын кіреді, оны оқып шығарады. Немесе Матурidi ғалымын келіп беріңізші маған. Адам ішіне жын кіреді, оны шығарады деген. Ол жоқ нәрсе де, түсінесіздер ме? Ол жоқ нәрсе. Біз рекламаға, қазір реклама, түсінесіздер ме? Бұл үлкен бір жағдай, мынау таргетингте осындай жүріп жатқан реклама, түсінесіздер ме? Жын оқитындардың мысалы контенттерін қарасаңыз, адамдар подписка отырған болды, сол адамдарды Құдай сияқты көріп, солардан еміздеп барады, субханалла. Олар келіп не істейді? Ойбай, сенің жаңағы әйел адамның маткісіне отырып алған, субханалла деймін да, мына сөздерге мен бар ғой. Жүрегім ауырады, шынымен бар ғой. Не деген сөз? Сен Аллахтан қорқсайшы, мынау не сөз мынау? Аллах ертең сенің жазаңды береді да, осы айтып жатқан сөзің үшін Аллах сені жазалайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтпаған, сахабалар айтпаған, Аллах Тағала айтпаған сөзді сен шариғатқа енгізіп жатсың, шариғатқа кіргізіп жатсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен казаба алейя мутаммидан фалиятабауа мақадаху минан нар." Кім менің атымнан, шариғаттың атынан жалған сөйлесе, ол өз орнын тосақтан дайындасын деді. Шариғатта жоқ нәрселерді айтып, мына асқазанға отырып алады, клеткаларға отырып. Субханалла, не сөз мынау? Не сөз ол? Не сөз ол? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның расында шайтан адамның қанының ішінде жүреді деген хадисті дәлелге алып отырып, ол адамның қанының ішінде жүреді. Субханалла, ол пайғамбар саллаллаху тікелей мағынада айтқан жоқ. Пайғамбарымыз әйелімен кетіп бара жатқанда бір екі сахаба қасынан жүгіріп өтіп кетеді. Сонда тоқтатып: мынау инна хаза заужати, мынау менің әйелім, сендер жаман ойламаңдар достар. Мынау менің әйелім деп пайғамбарымыз түсіндірген кезде, я Расулалла, біз олай ойлаған жоқпыз. Олай сіз не істемеңіз, күмәнданбаңыз деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: инна шайтан яжри мин ибни адама мәжрид дам. Расында шайтан адамның қанының ішінде жүреді деген сөзді айтады. Бұл сөзде мақсат шайтан адамның қанының ішінде жүреді деген емес, шайтан сенің қасында постоянно сені азғырады деген сөз. Түсінесіз ба? Ана екі кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түсіндірмегенде ана екі кісі жаман ойлап қалатын еді. Мына пайғамбар бір әйелмен кетіп бара жатыр деген жаман күдік ой. Оны кім? Шайтан келіп салады, уасуас салады. Шайтан оларды барып прямо жаңағыдай қалқындырып, жаңағыдай ойбай, сенің ішіне кіріп алам деп не істемейді, просто уасуас салады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соның алдын алды. Мысалы, сіз айтасыз: инналлаха фи қалби десеңіз, арасында Алла менің жүрегімде десеңіз, ол Алла сіздің жүрегіңізде өмір сүріп жатыр ма? Мен түсінбеймін бұл нәрсеге. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөздер бар. Алла мұсылманның жүрегінде деген мысалы. Алла мұсылманның жүрегінде. Ол ақиқи мағынаны түсінеміз бе? Немесе
қалбул мумин байна қулубул муслимин байна асаби ар-рахман деп келеді, иә. Мысалы, мұсылмандардың жүректері Алланың саусақтарының арасында дейді. Сонда Аллаху субхана тағаланың саусақтары бар, сол саусақтармен ұстап отыр деген мағына шыға ма мысалы? Бұл жерде мәжази, ауыспалы мағыналар. Түсінесіздер ма? Бұл хадисті, жекеленген хадисті алып, шынымен жын бар екен деп, оны жаңағыдай асыра сілтеп, сенің клеткаңа отырған, сенің маткаңа отырып алған, субханалла, сен аузубилля ғой, былайша айтқанда да, аузубилля, сен Аллахтың нағыз діннің қас жауысың, қас дұшпанысың сен. Сен контентті жүргізіп, өзіңе клиенттер жинап, қарайған ақша тауып, субханалла, ертең қияметте осы ақша саған дұшпан болып, жау болып желкеңе жабысады, иншалла деп айтайын. Адамдарды олай шатастырғанды қой. Ал енді Маңғыстауда кейбір жын оқитын адамдарға қатысты маған сұрақтар қойып жатыр. Аманғали дейтін жігітті танисың ба? Өте жақсы танимын. Ол өзіміздің бауыр. Ол бауырымыз біріншіден жоғары діни білімі жоқ. Мен осы жерде айтамын. Жүрек жарылып кете қойсын. Жаңағы Аманғалиді көтеріп жүрген бауырлар болса да, адамдар болса да, Аманғалидің өзі де, ол менің мұсылман бауырым, оған ешқандай адауатым жоқ. Бірақ ол кісінің діни білімі жоқ, ол еш жерде діни білім алғанын мен естімеппін. Оқып жатқан Құраннан да мен қателік тауып бере аламын, тәжвид ережелері дұрыс емес. Бұлай оның қателігін бір көре алмаушылық емес бұл жерде. Мен айтып жатырмын. Аманғали бауырымызға мен ескертіп айттым, түсіндірдім, бір мешітте Рамазанның кезінде отырған кезде жын адамның ішіне кірмейтіндігін мен оған подробно түсіндірдім. Керек болса Өзбекстанның ғалымдарының да сөздерін келтірдім, Матурidi ақидасын да көзқарасын айттым. Бірақ ол әліге дейін сол нәрсені жалғастырып жүр. Ал енді кейбір адамдар ол инсульт деймін деп жатыр. Қараңыз, субханалла, Құран шифа екендігіне дауа жоқ. Мысалы, ол бауырымыз Құран оқып, дем салып, инсульт емдеп жатса, ол Аллах емді беріп жатқан. Ол себепші. Құран ол инсультты да емдейді, инфарктты да емдейді, басқанда емдейді. Шынымен егер соған сенсеңіз, Құран емдейді. Түсінесіз ба? Бірақ мынандай адамдар бар да, сенің бойындағы инсульт ол жынның себебінен, сенің бойындағы инфаркт ол жынның себебінен, сенің бойындағы осындай аурулар, патологиялық аурулар жынның себебінен. Субханалла, ол нәрсеге біз кіріспейікші, өтініш. Оны медиктер айтсын. Әр нәрсенің маманы бар ғой. Алла Тағала Құранда фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар. Мен медик емеспін. Сен медик емессің, иә? Дәрігер емессің. Оның мамандары бар, инсульттің келіп шығар себептері. Иә? Ол неден пайда болады? Ол келіп алып, отырып алып, жынды. Сен жынды көрдің ба? Жындар келіп саған айтты ма? Мен осылай, субханалла, жын жайлы теманы вообще қозғамай-ақ қояйық, шыны керек та. Егер мен не үшін қозғамын? Себебі сен оны білмейсің, сен ол жайлы оқымағансың. Мен сияқты зерттеген адам жоқ та, ол жын тақырып мен сияқты зерттеген адам жоқ. Отырып алып, айдаладан біреудің бір Хамбали мазхабының көзқарасын әкеліп, оны Ханафи фиқта Ханафи мазхабын ұстанатын, сенімді Матурidi ақидасын ұстанатын халыққа келтіріп, оны жаңағыдай муфтиятта да осылай жазды. Муфтиятта жазған ол мақала, жай ғана мақала болды. Фатуа емес. Жынмен қорқытуды қою керек та. Мына шетел дамып жатқан кезде біз жынмен арпалысып жүрміз. Қоя қою керек та, жігіттер қою керек болды. Аманғали бауырыма да айтарым, доғар болды. Инсультыңды оқи бер, Құраныңды оқи бер, бірақ Құраныңды дұрыстау керек. Мен оған қатысты айтып жатқан жоқпын. Ескерту бұл, ескерту. Халықтың алдында шығып ескертулер болады кей кезде. Себебі кейбір ғалымдар кезінде дінде адамдарды адастырып жіберген ғалымдар болған. Былайша айтқанда ғалымдар емес, ол діннің жауына айналғанда сонда. Бірақ олар ойлаған, мен дінге пайда келтіріп жүрмін деп. Бірақ пайдасына зияны көп болғандықтан ғалымдар шығып жария ескерткен халыққа, жария. Сақ болыңдар, өте сақ болыңдар. Мынау адастырып жібереді, өтеді, бүйтеді деген сияқты. Діни білім жоқ па? Діни білім жоқ па? Қою керек, бұл нәрсемен айналыспау керек. Жігіттер, реальный нәрсемен айналысу керек. Реальный ақша табу керек. Адал еңбекпен ақша табу керек. Мынау конкретно еңбек емес, адал ақша емес мынау конкретно. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде ана сахабалар бір ауылға барып адамды емдеп, соған бір қорап қой алып, соны пайғамбар әкеп берген. Ол дәлел болмайды, ол ақша табуға. Осы жолды кәсіп қылып ақша табуға дәлел болмайды жігіттер. Мына жын оқитын жігіттерге айтып жатырмын. Ол кісілер, мысалы, сахабаларды күтпеген. Сахабаларды қонақ қылып күтпегендіктен сахабалар оларға условия қойып тастаған. Түсінесіз ба? Сахабаларды ауылынан шығарып жіберген олар. Соның үшін сахабалар айтқан, біз оны емдемейміз, пока что бізге сый-сияпат бермейінше. Себебі сіздер бізді ауылдан қуып жібердіңіз сыртқа. Сахи Бухариде осылай келеді. Китабу тиб деген бапты ашсаңыз, осылай келеді.
Мысалы сахабаларды қонақ қылып күткенде олар дем салып беретін, проблема жоқ. Бірақ олар сыртқа қарай лақтырды сахабаларды. Сонан бастарына Алла Тағала сынақ берді. Сосын сахабаларға келіп жалынды. Мынаған көмектесіңдерші. Өлейін деп жатыр, ауырып жатыр. Көмекте барып рухия салып береді. Сосын сый-сияпат алып, Пайғамбар саллаллаху алейхи келіп сұрайды, осылай болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи үндемейді ол жерде. Үнсіз қалады. Соң үшін достар, бұл нәрсені тоқтату керек та. Бұл реальный нәрсе емес, бұл айналып жүрген нәрсе. Бұл ертең Аллах Тағаладан бұл үшін қатты сұралатын нәрсе да. Жын кіреді деп. Мен бұл нәрсені жапқанмын жалпы. Мен 5 жыл айналысқанмын. Аманғалиден бұрын, Аманғали кеше келген жігіттер ғой ол. Жынмен айналысуға кеше келген жігіттер ол. Жақында келіп көзге түсіп, көтеріліп, сөйтіп жүрген жігіттер, знаменитый болды. Былайша айтқанда ол діни білімі, мен 100% айта аламын. Ол не арабша білмейді, не бір жерде оқып тәмамдаған, немесе диплом бар емес. Ол сондай ұстаздардың қасында сабақ алып жүр, иә. Сол жерде мысалы Мираж мешітінде бас имам жүрген Руслан дейтін бауырымыз, ол Нұр Мүбарак университетінің жоғары университет оқу бітірген, сол кісілердің шәкірттері, былайша айтқан, сол кісілерден сабақ алып жүр. Енді Руслан бауырымыз не үшін оны ескертпеді, мен ол жағын білмеймін. Шыны керек, Руслан бауырымыз ол жын тақырыбында ізденді ме, мен білмейді екенмін. Ол да может басқа бір көзқарастарды қолдайтын шығар. Бірақ мен дей тұрғанмен 100% қарсымын бұл нәрсеге. Ол бауырларымыздың істеп жүрген тірліктеріне, айналысып жүрген шаруаларына. Бұл біріншіден айналып жүрген нәрсесі шариғатқа да қайшы, біздің ханафи ұстанымызға да қайшы, екінші заңға да қайшы. Егер шынымен сол оқып жатқан адамға үстіне заявление жазып жіберетін болса, мысалы, ол негізінде заң бойынша сотталу керек ол адам. Түсінесіздер ма? Өйткені сізден қарайған ақша сұрап жатыр. Мысалы, оқыған үшін сіз оны бересіз, ақша бересіз мысалы. Екіншіден, жаңағы айтқан, сізде жын бар деп, сіздің жүрегіңізге психологиялық үрей салғандықтан, қорқыныш салғандықтан, сіз жын бар деген кезде сізде уже страх болады, уже қорқып кетесіз, үрейленіп кетесіз. И сонан уже жазылмай қалыңыз. Сосын осы жерде бір сұрақ қояйыншы сіздерге. Кім осы жын кіріп, ойбай оқытылып, сенің бойыңда жын бар екен, енді сенен жын кірді, енді жынды шығарамыз деп оқып, енді сенен жын шықты, сосын жақсы болдың деп кеттіңіз, сонан артынан жақсы болып кеткен кім бар? До конца жизнь жақсы болып кетті, ешқандай проблема болған жоқ. До конца олай жақсы болып кеттіңіз ба? Ал енді қышқыратындарға келетін болсақ, ай деп жаңағы деп қышқырады ғой, енді Құдай сақтасын. Енді күлгім келеді да, шыны керек. Мен талайын оқыдым да, мен басынан өткесін күлгім келіп жатыр. Мен біреулердің істеп жатқанда емес. Мен кезінде жатқызып алып түрін оқыдым, әйелді де оқыдым, еркекті де оқыдым. Айғайлап, құстырып, тыштырып, сөйтіп оқыдым кезінде. Жан деп кәдімгі, соны дәлелдеуге тырысатынмын. Мынаның ішінде жын бар деп та, жаңағыдай жоқ жерден дәлел іздеп жүретінмін постоянно, субханалла. Қалайда мен жын кірді деген нәрсені дәлелдеп шығуым керек. 5 жыл мен жын шығарумен айналысқанмын. Түсініп отырсыздар ма? Айғайлап талай, мен бірақ видео түсірген емеспін. Аллаға сансыз шүкір деп айтайын. Хорошо, что сол видео түсірмеппін. Айтпесе осы нәрсе маңдайыма ұрған сияқты, мынау кезінде айналыстың ғой деп маған біреулер маңдайыма ұрар еді да. Мен оны жақсырмаймын, айналысқан не істеймін, мойындаймын. Қараңыз, айғайлап қышқыратын нәрсе, адам галлюцинация дейтін нәрсе болады. Адам 2 күн, 3 күн ұйықтамасыншы. Ұйықтамай көріңізші, просто так, ешқандай ауру емес. 2 күн, 3 күн ешқандай ұйықтамаңыз. Жүріңіз. Адам өзінен өзі бүйтіп қуып бастайды. Өйткені миға кислород бармайды, түсінесіз ба? Миға кислород бармайды да, и қуып бастайсыз өзіңізден өзіңіз. Сөйлеп бастайсыз, немесе бірдеңеден шошып кет, қорқып кет, қышқырып бастайсыз, түсінесіздер ма? Өйткені ми сізде демалып жатқан жоқ та, ми демалып жатқан жоқ, миға кислород барған жоқ. Дәл сол секілді жын оқып жатқан кезде ана кісінің бетін басып қойып, немесе жаңағыдай Құран оқып жатқан кезде ол кісілер сразу страхқа түседі, қорқуға түседі, үрейге түседі да, и мида галлюцинация пайда болады, миға кислород жетпейді. Өйткені Құран оқылып жатқан кезде любой адам екі нәрсені ойлайды. Не, мен қазір өліп қалуым мүмкін, себебі Құран ол өлілерге оқылады. Ал екіншісі, менде шынымен жын бар деген іште уже қайталау, іште мида уже аффирмация жүріп жатыр. Өзін жын бар деген сөзбен сендіреді да, и ана Құран оқылып жатқаннан кейін, Құран оқып жатқан молда, жынпарас, сұрақтар қойып бастағаннан кейін, анаған что-то не то жауаптар беріп бастайды. Анау маған сұрақ қойды, менде шынымен жын бар, сол үшін ол сұрақ қойып жатыр. Ол біледі ғой, маман ғой деп, анаған қуғынбай бір сұрақ жауаптарды беріп бастайды, қуып бастайды. Түсінесіз ба? Ол то, что сөйлеп жатқан жын деп айту, ол логикаға келмейді. Бірде бір Пайғамбар саллаллаху
хадисінде жоқ нәрсе. Мен қалай, мен субханалла, сен қалайсың жынмен, шық давай деп сөйлесесің деймін да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол нәрсені жасамаған, сахабалар ол нәрсені жасамаған. Түсінесіздер ма? Сен деп та. Аллах тағала Құранда ол нәрсені айтпаған да. Сен шық давай деп онымен сөйлесіп, анау өзінің даусында бірдеңелерді айтып жатады, сонымен сен на самом деле адаммен сөйлесіп жатсың, просто ол адам галлюцинацияда жатыр, мида кислород жоқ. Сондықтан миға кислород бармайды, ми қысылып жатыр. Оны медиктер сізге жақсылап түсіндіріп береді. Егер хабарың жоқ болса, оны медиктерден, мамандардан сұрауыңыз керек. Солай жігіттер. Мен бұл жерде біреуді жек көрсету, біреуді жер қылу емес мақсат. Мен қалай бар солай айтып жатырмын. Сосын менің жаңағы көп адамдар комментарияма, сен осылай болсын. Сол комментария жазып жатқан адамның ешқайсының сауаты жоқ. Не солар жынмен айналысатын біреулер. Немесе жынмен айналысатын біреулерге жаздырып қойыпты. Мысалы, өздерінің мүриттеріне жаздырып жатыр. Мен солай түсінемін. Конкретно ол кезінде жаңағы жынпарастарға оқытылып, уже шаршап кеткен адамдар, олар ондай комментарий жазбайды, уже көзі жетеді. Осы менің айтып отқан сөздерімнен кейін 100% көзі жетеді. Точно ол жын емес екендігіне. Ол кісіде психологиялық проблема бар, психологиялық ауру бар, невроз бар, немесе паническое расстройство бар, немесе депрессия, стресс деген сияқты. Тяжелый депрессия, мысалы, ауыр депрессия бар, мысалы да. Денесі жыбырлап кетсе, тағы бірден, бұлардың бәрі нервный система ғой, депрессия, түсінесіз ба? Қазір ғылым дамыған заман. Мен таң қаламын, тек қана біздің қазақтарға ғана жын кіріп кете береді. Басқа айдалада жүрген американецтарға жын кірмейді. Олар мысалы, оларды да психологтар емдеп жатыр, неге жазылып кетеді мысалы. Қайта олар бұрынғы өмірінен де жақсы болып кетеді мысалы да. Ал біздер жынға барып, молдаға барып оқытыламыз, сонымен ары қарай жақсы болып кетіп отырмыз ба? Мен айтпаймын, инсульт емдеп жатыр дегендерге. Мен жоқ, Құран ол шифа, инсультті де емдейді. Любой патологиялық, тіпті жаман жазылмайтын ауруды да емдейді. Аллахтың қалауымен. Аллах кімге шифа береді? Аллах соны алдам жазады болғаны. Алла тағала وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ الدَّاءَ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً дейді. Сахих Бухариде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла тағала қандай бір ауруды түсірмесін, оның шифасын да түсірген дейді. Шифасын да түсірген, міндетті түрде. Ол шифасы екі түрлі жолмен болады. Біреуі деммен болады, екіншісі еммен болады. Құранмен дем салдырасыз. Бірақ дем салдырған кезде менде жын бар деп салдырмаңыз. Мен сондай ауырамын, дем салып бер. Құран шифа, Құранмен жазып кетемін иншалла. Екіншісі еммен деген сөз, яғни медициналық тұрғыдан қаралып, солай емделесіз. Екі жолмен. Біреуі деммен, біреуі еммен деген сияқты. Түсінікті ма? Бірақ жаңағыдай қудырып, оны үрейлендіргеннің үстіне үрейлендірген соң, ол субханалла, оның психологиясын құртып жатырмыз ғой біз. Мен тоқтаттым да, бұл шариғатқа қарама-қайшы болғандықтан, бірде-бір дәлел жоқ болғандықтан, яғни дәлелдердің өздері көңілді, шыны керек, көңілді қанағаттандырмайды. Мен жүрегім қанағаттанбайды ол дәлелдерге. Конкретно бұл. Сосын жалпы біреулер жын кіреді, жын кірмейді деген көзқарас, бұл фихи мәселе да, бұл ақида мәселесі емес, сенім мәселесі емес, негізінде. Талас тартысқа түскен кезде адам діннен шығып кететін нәрсе емес та. Мен жын кіреді деген адамдардың да көзқарасын жоққа шығармаймын, айта берсін. Бірақ қудырмауымыз керек та, шектен қудырып. Мен не үшін жауап беріп жатырмын? Бізде шектен жаңағыдай қудыртып жібереді ғой, рекламаны керемет жасап жібереді ғой. Керемет кәм. Соның арқасында ақшаны дейтін. Действительно, бұл ақша, былайша айтқанда, мен адал ақша деп айта алмаймын, шыны керек. Бұл ақшаны бар ғой. Бұл субханалла ертең сұрағы ауыр ақша да, өйткені шариғаттың атын пайдаланып отырып, осылай ақша істеу дұрыс емес деп ойлаймын да. Дұрыс емес деп ойлаймын. Соныстар ма, өте сақ болатын нәрсе, достар. Сол үшін өте сақ болыңдаршы. Қараңыз, Шилиясин дейтін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде болған жоқ. Бұл да соңғы ғасырда кейбір ғалымдардың ойлап тапқан нәрсесі. Қараңыз, Ясин оқып дем салып жүрсеңіз, оның ешқандай зияны жоқ, оның пайдасы болмаса. Шилиясин дегеніміз 40 рет Ясинді оқып, адам дем салады, өзіне дем салады, немесе өзгеге дем салады. Ода тұрған ешқандай ағаттық жоқ. Айтып отырмын ғой, дем салу шариғатымызда бар, оған қарсылық жоқ. Түсінесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде бар дем салу, сахабалардың сүннеттерінде бар дем салу, іс амалдарында бар. Оған қарсылық жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жатарда мысалы Ықылас, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, қолына дем салып, жаңағы денесіне сүрткен, оған ешқандай қарсылық жоқ. Менің қарсыласып жатқан нәрсем, менің де қарсыласып жатқан нәрсем бұл шариғатта жоқ нәрсе болғандықтан мен айтып жатырмын.
то что адам ішінде жын бар, соны шығару керек, Құран оқып деген нәрсеге мен қарсымын, түбегейлі қарсымын. Жігіттер, бауырлар, бұл нәрсені ойлап басты кетірудің қажет жоқ. Реальный нәрсемен айналысуымыз керек болғаны. Біз нереальный нәрсемен айналысып жүрміз, бір нәрсеге кіріп алғанбыз, қудырып сол нәрсемен жүріңіз да. Түсінесіз ба? Ізденіңіз, мен сізге айтайын. Мына жерге комментарий жазбастан бұрын, негативный комментарий жазбастан бұрын, маған біреулер кеше TikTokқа осы нәрсені жаңағы бауырымызға, бір Қырғызстанда бауырымызға мен жауап беріп едім. Бір сөзіне бір дәлел айтқан жоқ қой. Осындай әйел адам маткісіне отырып, субханалла, қаяқтан айтып отырсың, мынау масқара ғой, ұят қой мына нәрсе. Әйел адам маткісінде не шаруаң бар сен? Ол медик, сен айтуың керек, медиктерге бар, медицинаға барып, тексеріл, қарал, емін ізде деп. Отырып алып маткісіне отырып, субханалла деймін да, мен мына жағамды ұстадым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай айтты ма екен? Сен не айтып жатсың сен вообще? Шариғатты не қылып көрсетіп жатсың халыққа? Не деген масқара мынау деген, субханалла. Әйелдердің ол жерінде не шаруаң бар сен, субханалла, қойшыш деймін да. Мен жағамды ұстадым. Ол бірде-бір дәлел келтірген жоқ та. Соған мен жауап берсем, адекватты түрде дәлелдейекпен жауап берсем, біреулер жаңағыдай, ой, жын бар, бұл 100% дәлелденген деп комментария жазып қойған ғой. Мен айтамын, жаңағы жауап бердім, комментарияға жауап бердім жаңағы. 100% сіз дәлелдеген болмасаңыз, ғалымдар бұл нәрсені 100% дәлелдемепті деп жазып жібердім да. Мен таңғаламын да, 100% сенімді түрде Құдайдан қорықпай қалай айтады деймін да осы нәрсені. Қалай айтады? Неге Құдайдан қорықпайды деймін да сондай адамдар? Неге Құдайдан қорықпайсың сен? Діни білімің жоқ екен, неге мойындамайсың сен? Бұрынғы сахабалар мысалда отырып қалған ғой, олардан бір нәрсе сұраған кезде отырып қалған мысалда, жауап беруге қорыққанда. Табииндер имам Маликтен бір мәселе сұраған кезде отырып қалтырап, дәрет алып келіп, сол нәрсені айту үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деп жатқан кезде аяқ қолы қалтырап бүйтіп та, не үшін олай сен қиналып жатсың деген кезде, мен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін айтып жатырмын. Бір сөзін өзгертіп қойсам, қазір не деген адам боламын? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты емес пе, менің атымнан кім жалған сөйлесе, ол өз орнын тозақтан дайындасын деп айтқан жоқ па? Ал мен қазір бір сөзін, бір хадис емес түбегейлі. Сол хадистің ішінде бір сөзді мен қазір қате айтып қойсам, мен орным тозақта болса, мен қалай деп. Біздікілер бәрібір ғой, ақша үшін шариғат, осындай сенде осындай жерінде жын отыр, қолыңда отыр, аяғыңда, субханалла, как будто сол жынды көріп тұрған сияқты. Онда сенде жын шығарсың, онда жындардың әлемін көретін. Жындардың әлемін көретін жын шығарсың. Егер көрдім десең, жындарды көремін десең, онда сен кәззапсың. Сенің әрбір айтып жатқан сөзің өтірік болып есептеліп кетеді. Өйткені имам Шафии рахимахулла айтады: "Ман қала аннаху ярал джин фахуа фасиқ, ла туқбалу шахадату" дейді. Кімде-кім жындарды көрдім десе, ол адам фасық болады дейді. Фасық, яғни өтірік, жаңағыдай кәззап, жалғаншы, күнәһар, сондай адам болады. Ла туқбалу шахадату. Оның куәлігі ешқашан қабылданбайды. Яғни оның әрбір айтқан сөзі өтірік болып есептеліп кете береді. Ол біреудің некесін қиын деп жатыр, соған куә болып барайын деп, оның куәсі қабылданбайды. Ол сотта бірдеңе куәлік етейін, оның куәсі қабылданбайды. Өйткені ол жындарды көрдім деп айтты. Жындарды көрдім. Не үшін имам Шафии рахимахулла ол сөзді айтып жатыр? Өйткені Аллах Тағала шайтан және оның сыбайластары сендерді көреді, сендер оларды көрмейсіңдер деген аят бар Құранда. Соны негізге ала отырып, сол имам Шафии рахимахулла осы сөзді айтып отыр. Егер кімде-кім жындарды көрдім десе, ол өтірікші болады, оның куәлігі қабылданбайды, оның әрбір айтқан сөзі өтірік болып есептеліп кетеді. Өйткені Алла Тағала Құранда шайтан және оның сыбайластары, яғни жындар сендерді көреді, сендер оларды көрмейсіңдер деген аятқа негізделіп отырып осы сөзді айтады. Көрдіңіздер ме? Соның үшін бауырлар, қудырмайық. Аллахтан қорқайық, шынымен Аллахтан қорқайық. Аллахтан шынымен қорқайық. Бұл жын деген нәрсе, жігіттер, қойыңдар, субханалла, сен барып шынымен алдыңа келді ма, қиналып отыр ма, сен демін салып жібер болды. Қышқырып не істесең, сен бауырым, сен кішкене депрессияң бар сияқты, стрессің бар сияқты. Бар сен психологқа бар, қарал, жақсы болып кетесің деп айт. Немесе өзің психологияны оқып ал да, соны емде, шыны керек та. Отырып алып, сен қышқырған жын, субханалла, ол дәлел емес, ол қышқырған ол дәлел емес. Сен зерттесе кішкене, мына окошкадан шықпай қалғансың да, мына окошка болды, мына окошка болды, осы нәрсе. Сен қышқырса болды жын деп, мен таңғаламын да. Бұл ғылым дамыған заман. Адам миы жасамай қалады ғой кей кезде. Түсінесіз ме? Адам миы жасамай қалады. Шизофрения дейді, әртүрлі аурулар бар ғой. Түсінесіз ме? Адам талып қалады, мысалы. Пайғамбар саллаллаху кезінде де талып қалды. Мысалы, талып қалды. Бір сахаба, бір әйел келді, мысалы. Әйел келіп, Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, Ата ибн Аби Рабах дейтін кісіге айтады, мен саған жәннаттық әйелді көрсетейін ба дейді. Ата ибн Аби Рабах деген Ибн Аббастың, Абдулла ибн Аббастың шәкірті.
сол кісіге жәннаттық әйелді көрсетейін ба дейді. Көрсетіңіз. Бір анау қара нәсілді әйелді көрсетеді. Осы әйел жәннаттық дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде ол пайғамбарымызға келді да мынандай бір нәрсе айтты дейді. Я Расулалла, мен дейді, мен талып қаламын деді. Талып қаламын. Жүремін, кетіп бара жатқанда талып қаламын. Талып қаламын да сонан үстім киім ашып қалады. Маған дұға жасаңызшы, мен сол талып қалмайын, жаңағыдай не істемейін деп, жазылып кетейін. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи айтты. Уайын сабарти фәләкил жәннат деді. Егер сабыр етсең осы нәрсеге, саған жәннат деді. Сабыр етесің бе деді. Осы нәрсеге талып қалу, осы талма ауруға, яғни эпилепсия, осы ауруға сен сабыр етесің бе? Саған жәннат, Алла Тағала жәннат нәсіп етеді деді. Сонда әлгі әйел сабыр етемін, я Расулалла, маған болды. Мен жәннатқа кірсем болды, мен сабыр етемін деді. Бірақ деді, мен талып қалған кезде киім ашылып қалады деді. Яғни етектерім көтеріліп ашылып қалады. Маған дұға жасаңызшы, ашылып қалмасын. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол нәрсеге дұға жасады да, соңында әлгі әйел талып қалса, үсті ашылып қалмайтын болды да. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға жасады ол кісіге. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан жоқ ол. Мысалы сен талып қалуың, то что сен талғаның, ол сенің ішінде жын бар, сенің жаңағы затыңда, мактыңда жын отыр деген сөзді субханалла айтқан жоқ қой. Түсінесіз ба? Ол кісі сол ауру бар, сол кезде Алланың берген сынағы бұл. Алла саған сынақ берді, сен соны көтеруің керек. Түсінесіз ба? Оның сый-сияпаты бар. Яғни Алла Тағала жәннат нәсіп етеді, және бұл дүниеде саған бір берекет береді. Соның арқасында көп нәрседен сені аман сақтайды, түсінесіз ба? Сол әйел мысалы ұзақ өмір сүргенде, талып қалса да ұзақ өмір сүрген кейін кәрілік жасқа жеткен сол әйел. Сол әйел отырып Омар радиаллаху анхуға, ей Омар, мен сені Омайр кезіңнен, яғни Омартай кезіңнен, яғни балақай кезіңнен бастап танимын деп айтқан сол әйел деген. Өз қара нәсілді Омарға келіп насихат айтқан ғой. Омар мысалы неше жаста сол кезде? Сол үлкен кексе әже жасына жеткенде, үлкен бір киуана болғанда, талып қалса да. Солай өмір сүрген сол кісі. Көрдіңіз бе? Сондықтан достар, реально бұл нәрсені тоқтату керек болды. Бізде қазір конкретно, егер ол жынмен айналысып жүрген адамдардың үстінен конкретно жазатын болса, ол былайша айтқанда заң тұрғысынан да ол дұрыс емес, шариғат тұрғысынан да дұрыс емес. Ол жын қазір интернеттен қарап қанша адамның психологиясы бұзылып жатыр, балалардың психологиясы. Любой кішкентай балалардың бәрі интернетте отырады, инстаграмда отырады. Ол көрмейді емес, көреді. Сол нәрсені көрген кезде шошып қалып жатыр балалар, мысалы, қорқып кетіп жатыр балалар. Аллахтан қорқу керек та, қанша адамның зиян шегуіне себепші болып жатырмыз да. Қанша адам зардап шегеді. Кішкентай балдар қорқып шошып кетіп жатыр. Шошып кетіп жатыр. Психологиялық аурулар көбейіп кетті қазір балдардың арасында. Өйткені неге? Әлеуметтік желіге әр нәрсені сала берді де, осындай нәрсені. Түсінесіз ба? Сондықтан бұл негізінде дұрыс емес, дұрыс емес. Айту керек, білмейсің ба, білмеймін деп айту керек. Білмейсің ба, білмеймін деп айту нағыз білімнің жартысы дейді. Білмеймін деген сөз нисфул айлм дейді. Ілімнің жартысы, білімнің жартысы. Білмейтін нәрсеге басыңды тыға беру, бұл өзіңді құрдымға жіберу болғаны, мен солай айтам болғаны. Өзіңді білмейсің сен, білмейсің, бірақ соны білем деп білмейсің кәдімгі. Жеке онда сөйлесек, кел, 100-500 прямой эфирден сөйлесек. Мен батылға шақырайын сол адамдарды, жын бар, кіреді деген адамдар батылға шақырайыншы. Кірсін сөйлесек сол адамдармен. Шықсыншы ал. Жын кіреді деген дәлелдеп берсінші маған. Мен сенейін сол нәрсеге. Маған керек емес қышқырды, ай-бай, ойбай деген, ол маған дәлел емес ол. Сосын мен өзім 5 жыл көргенмін оны. 5 жыл айналысып жүрген, айналысқаныма 5 жыл болса, 5 жыл айналысқан болсам, онан алдын талай көргенмін қышқырған. Сол кезде мен жын деп ойлаймын. Ол қазір маған дәлел емес ол. Ол дәлел ретінде жүрмейді. Ол хадис емес, ол Алла Тағаланың аяты емес. Шынымен мұсылман адам ол көрген нәрсені ана жерге барып дәлелдеп алмайды ол. Мынау ақылы салим дейді. Мына ақыл есі дұрыс, сау мұсылман ешқашан біреудің істеп жатқан көріп, "О" деп кетпейді ол. Түсінесіз ба? Сондықтан ол дәлел ретінде жүрмейді. Любой адам қуат. Конкретно сіздің отырып алып көзіңізді басып қойып Құран оқысам, сіз де қуып кетесіз қазір. Сіз де қуып кетуіңіз мүмкін. Өйткені сіз қорқыныштан, үрейден миыңызға кислород бармай, галлюцинация сөз, уже сіз не істеп, не қойып жатқаныңызды білмейсіз. Түсінесіз ба? Бұтыңызға жіберіп жатсыз ба, құсып жатсыз ба, тышып жатсыз ба, сіз білмейсіз оны. Солай адам деген мысалы комаға түскендегідей жағдайда мысалы адам жаңа неде жатады, наркозда жатады, мысалы наркоз аузына наркоз салады да операция жасайды. Наркозда жатқан кезде адам қалай сөйлейді, қуа ма мысалы, немесе адам ұйықтап жатқан кезде өзіне өзі сөйлеп әр нәрсені сөйлейді ғой мысалы. Ол сөйлеп жатқан ол жын деген нәрсе емес қой. Жын деп жүргендер бар қазір, небір надандар бар, соны жын, ойбай, адам өзіне өзі сөйлесе ол жын деп қойшы баған.
Субханалла деймін да, қойшы. Доғара қойшы деймін да ондайларға. Бір әйтеуір бір нәрседен соны өзінің несіне пайдаланып, ой, анау жын деп өзінің клиенттерін, аудиториясын көбейтіп, қудырып отыр да, ақшаны істеп отыр. Субханалла, қойыңшиш, Аллахтан қорқыңшиш. Шыны керек та, мен жүрегім ауырады да, осындайларды көрген кезде менің жүрегім ауырып кетеді. Адам неврозда жатқан кезде, жаңағыдай наркозда жатқан кезде, ол шынымен қудырады. Қуады, ол сөйлейді өзіне өзі. Ол жын емес ол. Сонсыз ба? Сол сияқты ол адам Құран оқытылып жаңағы дем салып жатқан кезде ол жартылай ұйқыда кетеді. Жартылай ұйқы. Өйткені ми уже ұйықтайды, жартылай ұйықтайды деген сөз болды. Жартылай сен ояусың, жартылай ұйқылы ояусың да, былайша айтқанда. Адам 3 күн ұйықтамаса маужырап бастайды. Ми айналып теңселіп өзіне өзі уже қудырып бастайды. Бірдеңелер сөйлеп бастайды. Түсінесіз ба? Соның үшін бұл нәрсені жіті тексеріп, зерттемей, мынаны айта берудің қажеті жоқ. Жарай ма, достар? Мен не үшін таңертең таң атпай кіріп отырмын, өйткені осындай сұрақтар келді. Таң атпай осындай сұрақтар келді. Осындай Аманғали дейтін кісі жайлы. Мен ол кісіні жақсы танимын, бауырым менің. Мен оған ешқандай адауатым жоқ, дұшпандығым жоқ. Мен айтып жатырмын, бар нәрсені бар деп. Ол кісінің өзі де мойындайды деп ойлаймын осы сөзді. Егер мойындай алмайтса, мен білмеймін. Барып та сөйлесе аламын. Прямой эфирге шығып та, қасына барып та шығамын. Мен ол кісіге сұрақтарды қоямын. Егер ол кісі келсе, бірге прямой эфир жүргіземіз. Егер ол кісі маған келсе, бірге прямой эфир жүргіземіз. Сосын мен ол кісіге сұрақтар қоямын. Діни тұрғыдан кітаптар ашамын, арабша кітаптарды ашамын. Ғалымдардың сөздерін келтіремін. Ол кісі шынымен де, егер мен осылай жын кіретіндігін дәлелдеймін десе, онда менімен шықсын. Любой жын оқитын адам менімен кездесуге шықсын, мен дайымын прямой эфирге. Көрейік сол жын парастарымен сөйлесек кәне. Қаншалықты осылар мықты екен. Алдында маған осылармен жеке не істесеңізші, жаңағыдай кездесу жүргізсеңізші деп айтқандар болды. Мен қарсылық таныттым, енді қарсылық танытпаймын. Келсін любой. Қазақстанда мықты мен деген жын шығаратындар кірсінші, сөйлесінші менімен, мен көрейік кәне солармен. Кездесейік, сөйлесейік. Жарай ма? Әрбір ауруды тек жындарға ғана, субханалла, аурудың барлығы Аллахтан. Любой ауру ол Аллахтан. Сен бірінші ақидаңды дұрыстауың керек болғаны мен. Сенімде бүткіл қайрихи ва шаррихи мин Аллахи тағала. Ал жақсылық та, жамандық та, ауру да, шифа да барлығы Алладан. Сонда ауру жындардан, мына ішіңдегі аурулардың бәрі жындардан, сонда шифа періштелерден демейтін шығарсың сен. Субханалла. Қою керек конкретно бұл нәрсені. Ауру да, шифа да Аллахтан. Түсінесіз ба? Ауру да, шифа да Аллахтан. Болды. Аллах береді, Алла жазады деген сияқты. Өйтіп шатаспау керек, достар. Жақсы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Айып етпеңіздер. Алла Тағала баршаңызға қуат берсін. Бүгінгі күндеріңізді Алла Тағала берекелі қылсын. Алла Тағала кәсіптеріңізге береке берсін. Бүгін жақсы бір көңіл күйде жүруді Алла нәсіп етсін баршаларыңызға. Көңіл күйді түсірмеңіздер, әрқашан позитивте, жақсы көңіл күйде, Алланы сүйіп, Алланы жақсы көріп, және Алла бізді жақсы көрген құлдардың қатарынан болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату.